Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен біз 20 минутта дайындалатын тауықтың етінен паста дайындайтын боламыз. Ең алдымен пиязды алып, 4 бұрышты етіп, майдалап турап алатын боламыз. Бір ғана пияз қажет болады. Одан соң тауықтың төс етін алып, ұзыншалап кесіп шығамыз. Дәл видеода көрсетілгенде жасаймыз. Бізге көп тауықтың еті қажет емес. Бар болғаны бұл жерде 350 грамм бір ғана тауықтың төс еті. Осылай барлығын кесіп аламыз. Ал енді қазанды қыздырып, үстінен сары майды салып ерітеміз. Орнына пісте майды қолдануға болады. Одан соң чеснокты, пиязды салып, пияз сарғайғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Осылай араластырып, сарғайтып қуырып аламыз. Енді чесноктарды алып тастаймыз. Үстінен тауықтың етін салып, жақсылап қуырып аламыз. Толықтай барлық бетімен жақсылап қуырамыз. Міне бізге осындай спагетти қажет болады. Енді тауықтың үстінен қалауымызша тұзды, дәмдеуіштерді саламыз. Сливкиді құйып, араластырып, бетін жауып 10 минут пісіреміз. Егерде сливки жоқ болып жатса, орнына сүтті қолданып көрсеңіз болады. Енді қайнап тұрған суға тұзды салып, спагеттиді салып, 10 минут пісіріп аламыз. Біздің оға дейін тауықтың еті де пісіп қалды. Енді үстінен піскен спагеттимізді салып, жақсылап араластырамыз. Толықтай біріккенше осылай араластырып аламыз. Қажетті ыдысымызды алып, салып асқа бере берсек болады. Сонымен біздің жасалуға өте оңай, 20 минут қана алатын пастамыз дайын, өте дәмді болып шығады. Ешқандай уақытыңызды алмайды. Жасап көріңіз. Жасап жатсаңыз ас болсын. Видео рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.